Бізде Audi A6 автокөлігінің электронды блок жүйесі бұл компьютерді бізге әкелген болатын. Жазғы шыға ма, шықпай ма деп диагностикамен. Бірінші зажиганиесін қосамыз. Бізде топ потребление 11,1 вольт келіп тұр, және де 37 ампер келіп тұр. Енді диагностикаға кіріп көреміз. Бізде Audi A6 98 жыл дедім. 8 көлемі шығар. 8 көлемді басып моторға кіретін боламын. Егер моторға кіретін болса, онда диагностика шығып тұр дейміз. Ал кірмейтін болса, онда связьтағы жоқ. Диагностика кіріп жатыр. Диагностика құралы келді. Планшетпен шыны керек, дұрыс көрсетпейді. Орысша аудармасы қиындау. Басқа ошибкалерді көрсетеді. Мысалы үшін коленвал болса, ол да распредвал болып шығады. Кейбір диагностика аппараттарында да, мына планшеттерде диагностика 12 ошибка көрсетіп тұр. Сол 12 ошибканың 30 ампер, клемма 30 спорадически бізде вольт төмендеп тұр. Клемма 30-ға питанияға тоқ жоқ дейді. Запуск двигатель заблокирован иммобилайзером дейді. Енді ол біз компьютерді қолда столдың үстінде қосқаннан кейін иммобилайзер болмағасын компьютерге доступ бермей тұрмын дейді. Бізде форсунка 1, форсунка 2, 3, 4, 5, 6 форсунканың өзі обрыв цепи деп тұр. Енді ол белгілі, біз толықтай қосқан жоқпыз ғой. Қоспағасын 6 форсунканың ошибка жанып тұр. Сосын дроссельдің ошибкалар жанып тұр. Механические повреждения, замыкание на питание и механические повреждения. Бізде проблема негізінде датчик регулятора дроссельной заслонки. Замыкание на питание дейді. Замыкание на питание болса, ол көлікте болған кезде замыкание болып алған. Сондықтан ошибка бізде сол көрсетіп тұр. Спорадически деген, енді ол столдың үстінде қосылып тұрасы, жаңа айтқандай ошибка сөйтіп көрсетеді. Бізде проблема екі жолы бар. Ол иммобилайзерден болуы мүмкін. Бір. Екіншісі датчик регулятор дроссельного заслонки. Бұл холостой хоттан да болуы мүмкін. Екі ошибка жанып тұр. Ендеше қазір компьютер диагностика кірді ғой, енді ішін ашып көрейік. Дроссель заслонкаға жауап беретін бір микросхема бар. Соны тепловизормен мен тексеріп көрейін. Егер ысымай қайнамаса, онда ол заслонка драйвер сау деген сөз. Егер ысып 50 градустан 60 градустан көтеріп баратса, онда сол микросхеманы ауыстыруға тура келеді. Егер барлық жақсы болатын болса, онда көлікті кінәсін көліктің ішінен көру керек, тоқтан немесе иммобилайзерден көру керек. Ашылған менің алдымда. Соны қазір ашып көрейін, содан кейін қарайтын боламын. Біздер міне жаңа электронды блок жүйе. Қазір питание қосып көрейін. Мына дроссельге жауап беретін бір микросхема бар. Көрсетейін. Осы микросхемаға жауап 25 градус көрсетіп тұр. Қазір осы негізінде 100 градусқа дейін қызбау керек. Яғни пісіміне питание бердім. Питание бердім. Жаймен қызып келе жатқан сияқты 28, 29, 34, 35. Бізде күйген жерді көріп тұрмыз. Міне сол жағымызда 38 градус болып тұр. Диод шотки жасамай қалған. Ауыстыратын дәл осы проблема табылды міне. 40 градус, 39 градус. Осыны ауыстыру керек болады. Проблема қазір бар деген сөз. Бұл дроссельден шығып, холостой ходқа жауап беретін датчик.